кім Алла тағалаға жақын болғысы келсе, Алламен тілдескісі келсе, Алланың қамқорлығында болғысы келсе, Құранды оқу керек. Құрансыз біздің өміріміз жоқ. Құрансыз біздің құлшылығымыз жоқ. Сол сияқты халыққа таныстырып жіберсеңіздер, қырағат дегені бізде, және жеті қырағаттан жаңағыдай ижаза алу қалай бұйырды? ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده. Сонымен жаңа Шейх Жамал Алвандтың алдына барып отырып Құран тапсырған кезде маған 1 сағат уақыт берді. Мен осы жақтан соншалықты дәрежеге жетіп, жаңағы чемпион болып кеткен адаммын. Мен 1 сағаттың ішінде ана кісінің талабына сай тапсыра алмай қиналып, бар жоғы Фатиханы және 5 аят Бақарадан тапсыра білдім. 1 сағат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Сіздер қазір Ағарту академиясының YouTube арнасындасыздар. Сіздермен қауышқанымызға өте қуаныштымыз. Бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы Алланың сөзі болған Құранға қатысты болмақ. Бүгінгі біздің подкастымыздың қонақтары Төле би мешітінің бас имамы Нұр Мубарак Египет Ислам мәдениеті университетінде PhD доктор, қари, елімізге танымал ұстаз, жеті қырағаттан ижазасы бар жеті қырағат иесі Еркінбек Шоқай ұстазымыз келіп отыр. Және де Нұр Мубарак университетінің түлегі, одан бөлек Ливан республикасында Триполи университетінің және Джинан университетінің түлегі, қазіргі таңда Сейтжан қари мешітінің ұстазы, 10 қырағат иесі Шоқан Уали ұстазымыз келіп отыр. Ұстаз, қош келдіңіздер. Алла тағала бүгінгі подкастымызға береке берсін, пайдалы болсын иншалла. Ұстаз, енді алғашқы сұрағымыздан бастасақ, осы Құран жайында, жалпы Құранмен алғашқы таныстықтарыңыз қалай болды? Және осы Құран жаттауға кіріскен кезде, осы бір ұлы жолды бастар кезде өздеріңіздің алдыларыңызда қандай бір үлкен мақсат болды? Сол жайынан бастасақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Аллаға мың тәуба, бізді мұсылман етіп жаратты. Және өзінің кәләмін оқитын, оқушы етіп қойды, жаттаушы етіп қойды. Сондықтан бұл үлкен нығмет. Бүгін осылай бізді Құранның мамандары, қарилар деп подкастқа шақырып отқандарыңызға мың алғыс. Енді әрбір нәрсенің бастауында өзі бір кішігірім адамдар мән бермейтін бір себептер тұрады ғой. Біз ең бірінші осы Құранды атап айтқанда өзім Құранды үйренуге аяқ басқанымды, Құранды жаттауға аяқ басқанымды мен өзім сезбей де білмей де қалдым. Ол кезде тәуелсіздік елімізге қолға тиіп, енді оянып атқан уақыт, діни сенім бостандығы берілді деп мешіттер енді жаймен жұмыс жасай бастаған уақыт, имамдар 5-6 ай курс оқып келіп, қызметін, молдашылығын бастап атқан уақыт, ауылда біз әлі мектепте оқушымыз, ауылдың имамы Құран үйретем деген жоқ. Осылай мектепке келіп, сендерге арабша әріптерді үйретем, арабша оқуды үйретем. Бірақ әрине ол ақымен болады. Қаласаңдар, сол менің курсыма келсеңдер болады деп мектептің мұғалімдерімен, директорымен келісіп, сол мектептен бір класты беріп, сонымен сол курсқа шақырды. Енді Алла тағала барлығын алатында, беретінде, жүрекке салатында Алла ғой. Алла тағала сол кезде имам келіп хабарландыруын жасағанда, бізге ұсыныс жасағанда, мен сондай бір қызығушылығым оянып, ана курсқа барғым келді. Болды, ана курсқа бару керек. Мен арабша оқуды үйренуім керек деген бірден менің басыма сондай мақсат келді. Сонымен үйге бардым да әке-шешеме айттым, мен арабша үйренейін.
маған жаңағы теңге беріңіздер деп. Ол платный, тегін емес. Сонымен әке шешем әйтеуір бірінші кезде қарсы болып, басқа сабақтарың бар, ана алгебра бар, геометрия бар, қиын сабақтарың көп, ертең үлгере алмай қаласың, айналайын деп. Мен түнгі сағат 11-ге дейін, ұйқыға кеткенге дейін, яғни үйдің ішінің барлығы ұйқыға жатқанға дейін жалынып отырып алдым әке шешеме. Сонымен жарайды деп келісім беріп, әкем. Сонымен жаңа теңгесін беріп, сонымен ертесіне келіп, бірден курсқа жазылдым. Міне осыдан, мен 6-шы сыныптамын ол кезде. Осыдан басталды. Біз арабша оқуды үйрене бастадық, әріптерді таныдық. Ары қарай жайлап имам бізге кішкентай сүрелерді үйрете бастады. Анау сүрелерді үйренген сайын, сүрелерді жаттаған сайын, одан сайын ықылас оянды. Алла тағала Құранда айтады ғой. Алла тағала кімді тура жолға салғысы келсе, оның жүрегін исламға ашып қояды дейді. Сол секілді болды. Алла тағала осы Құранды оқуымды, Құранды меңгеруімді, Құранды жаттауымды қалаған деп мен қазір есептеймін. Кәдімгі жүрегімізді ашып қойды. Құранды сүрелерді жаттаған үстіне жаттайсың. Кейін курс тоқтап қалды жазға таман. Курс тоқтап қалса да, ары қарай имамның үйіне барып, арнайы ол кісінің уақытын алып, мен жаттаған сүрелерін тапсырып кетіп отыратын. Міне осылай Құранды үйренуіміз, Құранға қызығушылығымыз ауылдан басталды. Аллаға шүкір. Сіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүткіл әлемге ардақты елшіміз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды рахмет етіп, осы қасиетті Құран кітабын нұр етіп жіберген Аллах тағалаға мақтар болсын. Жалпы менің Құранмен болған алғашқы саяхатым десем болады, сапарым ол жалпы адам баласының миы 7-8 жастан кейінгі өмірлерін ғана сақтай алады. Одан алдыңғы өмірі көбінесе есте болмайды. Жалпы менің осы 7-8 жасымда, осы жасым әке шешемнің осы намазға жығылып, дінді үйрене бастаған уақытымен тура келді. Осы жас баламын, 3-ші сынып, 4-ші сынып. Сол кезде бағана ұстаз айтпақшы, елімізде әлі ол қарилар көп емес еді. Қарилар түгілі дін мамандары көп емес еді, мен білуімше. Сол уақытта шетелден біздің ауылымызға Рамазан айында қарилар келетін Құран оқуға. Әкемнің сол әдеті болатын, ауылға Құран оқуға, хаттым Құран оқуға келген имам қариларды үйде қонақ қылып жіберетін. Төрде отыратын, төрде достарының жанында. Маған айтатын, осы жігіт, осы қари жігіт Құранды толық жаттаған басынан аяқ. Сен болашақта осындай болу керексің дейді. Баламын ол кезде әлі бірақ түсінбеймін ғой. Жалпы Құранмен алғаш таныса бастаған кезім осы кез. Кейіннен ауылдағы сол мешіттің ұстазынан, имамнан үйрене бастадық. Кейін үйде бірге оқитын болдық, үйдегілерімізбен бірге. Көп оқымасақ та аз күнде оқитын болдық. Осылайша кейін 7-8 сыныбымда медресе бар екен білдік, осындай арнайы Құран жаттататын. Сол жерге қарилыққа түсіп, осы Шымкент қаласындағы Дарул Арқам Қалил Амаджан ұстазымыздың медресесіне түсіп, ары қарай кейіннен Нұр Мүбаракқа түсіп, осылайша Құранмен өміріміз басталып кетті. Жалпы 7-8 жасымнан басталды Құранмен танысу. Түсінікті. Ұстаз, енді қараңызшы, бұл өте бір үлкен ұлы жолда. Осы ұлы жол, әрбір ұлы жолда бір міндетті түрде сынақтар болады. Осы жолда сіздерде қандай сынақтар болды? Сол бір сондай бір жайтпен бөлісе аласыздар ма, бір оқиғамен, қандай бір қызық оқиға есте қалды? Енді жалпы шайтан, іблис айтады ғой, ла ақуданна лахум сиратакал мустақим дейді. Яғни қияметке дейін іблис ант еткен, серт берген Алла тағалаға, мен сенің тура жолыңда отырып алам, оларды адастыру мақсатында, оларды жолдан тайдыру үшін деп серт еткен. Сондықтан ең бірінші ол меніңше Қарекеңде де солай, ең бірінші қариларға мынау Құранды жаттау жолындағы кедергі болатын нәрсе, немесе кедергі болатын жаратылыс, мақлұқ, ол іблис. Іблис мынау Құранды жаттап бастаған кезде саған түрлі азғыруларды алып келеді басыңа. Сен Құран жаттағаннан кейін не істейсің?
Құранды жаттағаннан кейін сен күніңді қалай көресің, Құранды сатуға болмайды, немесе неге сонша өзіңді қинайсың, басқа жеңілдеу жол бар ғой, тағы да әртүрлі дүниелік ойларды салып, барынша сені осы Құранды жаттау жолынан алып кетуге тырысады. Менің өзімде сондай өте сынақ кезең болды. Мен Құран жаттауға Шымкентке медресеге түскеннен кейін, медресені оқып бітіргеннен кейін, ол жерде менің ұстазым болды, Кәмілжан Қари деген. Сол Кәмілжан Қари, сенің жаттау қабілетің жақсы, сен тез жаттайсың, Құран жаттасаң қалай болады? Осындай Құран жаттайтын мешіттің жанында медресе бар, соған барып отырып бастан аяқ бүкіл 30 параны жаттап бітірсең дұрыс болады деп маған кеңес берді. Мен қызықтым да бардым. Мен ол кезде бір 2-3 пара жаттап қойғам. Жаңағы тек ілім оқытатын медреседе. Барғаннан кейін бір 2 аптаның ішінде сондай сынақ мерзім болды. Жаңа ана жердегі тағам ұнамады. Одан кейін отырып оқу, таңертеңнен кешке дейін мынау жаңа бір жерден тапжылмай отыру деген ол оңай нәрсе емес. Сосын бұл қаншалықты маңызды, одан да арабша үйренгенім, ғылымды меңгергенім, сол маңыздырақ қой, Құранды мағынасын білмей жаттап алғанда не шығады деген секілді ойлармен мен бір 2 аптадан кейін бе, 3 аптадан кейін бе ол жерден қайттан ілім оқимын деп кетіп қалдым. Менің басымдағы Құран жаттау жолындағы ең үлкен сынағым осы болды. Бірақ мен кеткеніммен көп жүрген жоқпын. Сыртта жүргенде қайтадан барып жаңағы ілімді, арабшаны үйренемін деп жүрген кезде бүкіл іс-әрекетімнің барлығын қайтадан қарап, сосын Кәмілжан Қарекеңмен тағы да ақылдасып, ол кісі маған кішкене ренішін айтып, сен босқа қателік жасап жатсың, сенен қари шығатын еді, сенің мүмкіндігің бар еді, бірақ ертең өкінесің деген секілді ескертуін жасады. Соның нәтижесінде қайттан іблістің, шайтанның азғыруының бәрін жеңіп, жаңа Құран жаттайтын медресеге қайттан келіп орналастым да, Аллаға шүкір, Алла нәсіп етті. Ары қарата сабыр еттік. Ең негізгі мәселе Құран жаттау жолындағы мынау отырып оқу. Біз тапжылмай отырып оқуға көп жағдайда шыдамаймыз. Ол тапжылмай отырмасаң, Құранды жаттай алмайсың. Бүкіл қарилардың барлығына тән нәрсе. Құран ол жай ғана мысал үшін бір оқып қойып, 2 оқып қойып жаттап кете беретін кітап емес. Біз оншалықты деңгейде имам Аш-Шафиғи секілді басқа біздің үлкен ұлы жаттау қабілеті өте жоғары болған имамдарымыз секілді ондай гений емеспіз. Біз отырып еңбектенуіміз керек, таңертеңнен кешке дейін қайталауымыз керек. Қосымша біздің Орта Азияның тәсілінде санаққа жеткізу деген талап бар. Ол талапты орындау үшін тағы да ұзақтау отыруың керек. Ол талап әрине Құраныңды көбірек пысық жаттату үшін керек талап. Сондықтан ары қарай әрине ол сынақ жалғаса береді, бірақ белгілі бір кезең өткеннен кейін ібліс әбден сені азғырады, әбден сені алдауға, арбауға тырысады. Сен ол сынақтан шыдап сол кезеңді өткізесің, ары қарата іблістің азғыруы азаяды. Сен бір қалыпқа түсесің. Құранға деген жүрегің одан сайын ашылады, жаттауың одан сайын тездейді. Сосын ана режимге көнесің, үйренесің. Сосын соны тұрақты түрде жалғастыратын болсаң, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жұбайы Айша анамыз айтады ғой, хайрул аъмали адуамуха ва ин қал деп. Яғни ең амалдардың қайырлысы тұрақты болған дейді. Аз болса да тұрақты болған дейді. Сондықтан сондай тұрақтылыққа қари үйренеді. Сол тұрақтылыққа үйренгеннен кейін сол тұрақтылық нәтижеге алып келеді. Сіздің басыңызда сондай бір есте қаларлықтай оқиға бар ма? Есте қалатын оқиға менде сол 2 түрлі сынақ болды. Біріншісі денсаулыққа байланысты, сол кезде оқып жүрген уақытта. Екіншісі сол айтқандай моральный сынақ болды. Бірінші денсаулыққа байланысты келетін болсақ, шамамен 8 парадай жаттап қойған кезім, ол кез әлі. Сол уақытта медреседе балдарға қызыл шағыру шықты, жұқ бала. Суықтаған уақытта жұғады бәріне. Сонымен 1 айға сұранып кеттім үйге. 1 ай мен медреседен үзіліп қалдым. 1 ай үйде болдым.
енді емделіп келген едім, неден кереуеттен құлап иығымды сындырып алдым. Сосын тағы бір айға үйге кеттім Сарыағашқа. Қиын болып жатыр былай кішкене. Сосын иығымды емдеп, сынықшыға барып салдырып медреседе келсем, тағы құлап басымнан сотрясение алдым. Осылайша қатарынан жалғасып кетті аурулар. Бірақ бұның хайырлысы, менің жанымда бірге жарысатын жігіт болды. Ислам деген жігіт болды. Ол қари қазір Шымкент қаласында. Ол да 5 қырағаттымен келген имам. Екеуміз сыныпта ең үздік десек болады. Жарыс оқитынбыз, кім бірінші Құран тапсырады деп жарысатынбыз. Мен үйге кеткен уақытта 2 аптадай қиналдым басында. Үйден шыға алмайсың, қызылша ауру болған кезде мүлдем шығуға болмайды. 2 аптадай өте жатып қиналдым да, сонымен ойладым. Қазір мен егер осылай жата берсем, ертең медресеге баратын болсам, ислам мен озып кеткен болады. Мен артта қалып кеткен боламын. Сол үшін мен не істейін, құр өткізбей уақытымды үйде оқиын дедім. Сонымен күнде өзіме режим қойдым. Мысалға, таңғы 10-нан 1-ге шейін жаттап тастаймын. Қалған уақытта үйде киномды көремін, ойнаймын деген сияқты. Сонымен 2 айдан кейін медресеге барсам, әлгі ислам 10 пара жаттаған, мен 11 пара жаттап барыппын. Яғни осы ауруымды дұрыс пайдаландым үйде жатып. 3 парадай жаттап тастадым. Сонымен балдардың бәрі таң қалып, сен үйде қалай жаттадың деп. Осылайша дұрыс өткіздім. Алғашқы 2 аптамды қиналсам да, кейіннен дәріс алып, өзімнің сол ауруымнан. Бұл біріншісі. Екіншісі, жаттауды бітіріп қалған кезде 11-ші сыныбымда маған да моральный бір сынақ болды кішкене. Жан жағымдағы достарымның барлығы, кейбіреулері Казгуге дайындалып жатыр, кейбіреулері шетелге шығуға дайындалып жатыр. Өте НТ-ға дайындалып, жақсы балл алып жатыр. Кезінде мектепте де жақсы оқыдық. Бізден әлсіз оқып жүрген достарым мысалға 110 балл алады, 100-ден жоғары балл алады. Мен бардым да медреседе жүріп кішкене әлсіреп қалдым ғой. 70 балл алып жатырмын. Дүниеви сабақтардан 60 балл аламын. Әлі бірақ бір жылдай уақытым бар. Сонымен менде ой болды. Мен құдды бір заманнан қалып бара жатқан секілдімін сол уақытта. Достарымның барлығы әртүрлі, мысалға болашақта мынандай боламын, еңгесінде мен де заңгер бола салайын ба екен, мен де бір дәрігер болайын ба екен деген ойлар болды. Және осы шешімде нық тұрдым. Аллаға шүкір, әке-шешемнің көмегімен, сол ұстаздарымыздың насихатымен бұны да жеңіп шықтық. Сосын Аллаға шүкір қайтадан түсініп, осы шариғат жолын ары қарай оқиын, осы қарилықты толығырақ бітірейін, дамытайын оны деген сияқты осындай шешімдерді, ойларымды жеңіп, Аллаға шүкір, сосын ұстаздармен таныстық, Екірмбек ұстазбен таныстық. Ол кісілердің де насихаттарын, ойларын, ақыл кеңесін тыңдап, Аллаға шүкір, осы жолда солай тереңірек оқуға Аллах тағала өзі насихат етті. Сіз енді келесің бір, маған да қызық сұрақ, көрермендерге қызық сұрақ деп ойлаймын. Өздеріңіздің жаттау тәсілдеріңіз қалай? Құран жаттағанда өздеріңіз қандай тәсілмен жаттайсыздар, және оны жаттағаннан кейін сақтау бар ғой. Қазіргі таңда мысалы қалай қайталайсыздар Құранды? Сол жай айтып берсеңіздер. Енді негізінде көп қарилар қазір Қарекең өзінің тәсілінде айтып жатар басында. Бөліп, бетті 2-ге, 3-ге бөліп жаттайды. Енді алғашқы бір 2 пара, 3 парада менде солай болды. 2-ге, 3-ге бөліп жаттайсың. Бірақ кейін байқасам, ұстазбен де ақылдасып, мынау бетті бастан аяқ оқып, бірге қосып жаттайтын болсаң, қари үшін сол маңызды және тиімді екен болашағына. Неге? Себебі бет барлығы бірдей, бір-біріне тұтасып тұрады да. Егер бөлек-бөлек жаттайтын болсаң, ол кезде бетті қайтадан қосу керек. Ол әрқайсысы бір бөлек болып жатады ғой, бір беттің өзі. Мысалы 5 қатардан болса 3 бөлік болып жатады деген секілді. Сондықтан бір 2-3 парадан кейін мен мысалы бетті бастан аяқ қосып жаттайтын болдым. Сол кезде бет тұтас жатталады. Екінші бетке сен кәдімгідей мына жақты бір-бірімен қосып әуре болмай екінші бетке ауыса бересің. Одан кейін жаңа мен санақ деп айтып қалдым ғой. Бұл біздің Орта Азияның тәсілі. Орта Азияның тәсілі ол санақты ең бірінші жаттаған кезде кемі 200 қояды. Ол сен тезірек оқисың әрине. Бірақ сен 200 рет қайталап оқуың керек сол. Жарайды, сен 30 рет оқы, 20 рет оқы, жаттап ал, бірақ санақты 200-ге жеткіз. Біз осы тәсілмен оқыдық. Неге?
себебі бұл санақ деген тәсіл бұл көп оқытуға тек қана құрал, көп оқытудың жолы, немесе көп оқытудың сылтауы. Көп оқылған Құран тез ұмытылмайды. Ал тез жатталды, көп оқыған жоқ, 20-30 мәрте оқыды да жаттады да тапсырып кете берді. Ол көп оқылмағаннан кейін, себебі ол Құран алғашқы 1 бет 2 беттен жаттап атқанда қатты қиын емес. Кейін сен мысалы бір күнде 1 парадан тапсырасың, бір күнде 2 парадан тапсырасың, бір күнде 5 пара, 10 парадан тапсыратын деңгейін келеді. Сол кезде оны жаңа есте сақтап тұру қиындау болып болады біріншіден. Екіншіден, кейін өмірдің күйбең тіршілігі басталады. Сен медреседе жүре бермейсің ғой. Медреседе Құран оқып, Құран қайталап жүре бермейсің. Ертең ұстаз боласың, жұмыс жасауың керек болады. Отбасының міндеті басталады, бала шағаның шаруасы басталады деген секілді. Ол кезде сен Құранды көп оқуға уақытың бола бермейді. Жаттап атқан уақытта аз оқылған Құран, ол сол кезде есте сақтау өте қиын болады. Ал сен көп оқыған болсаң, сол аз оқу, көп оқу, немесе Құранды күнделікті оқу қажет болса, қиын болып кеткен кезде ананы еске түсіру өте оңай болады. Сондықтан біздің тәсіліміз осы болды. Ал енді қайталау мәселесіне келетін болсақ, мен күніге барынша 1 пара Құран оқуға тырысамын. 1 параны бастан аяқ, енді кейбір күндер үлгер алмай қалам, кейбір күндер жеткізе алмай қалам, бірақ 1 пара менің күнделікті мөлшерім. Соны бастан аяқ оқуға уақыт табуға тырысамын. 1 парадан артық оқымаймын. 1 парадан артық ол менің планымнан тыс біріншіден, екіншіден қалған басқа да міндеттер көп қой күнделікті. Қарекең өзің жаттаған тәсілін айтсын. Мен жаттаған тәсіліме келетін болсақ, жалпы ұстаздікінен сәл басқашалау. Өйткені мен Еркінбек ұстазды танығалы бері, жалпы ұстаз ол өте дисциплинаға берік кісі. Құран жаттау тәсілі де солай болған. Алғашқы жаттау бастауынан бастап аяқтағанға дейін. Ал мен кішкене бала болдым, 8-ші сынып бойын баласымен былай басында түсінбедік ондай тәсілдің маңыздылығын. Мектеп бітіріп барып кірістім ғой. Естияр кезінде жаттадым Құранды. Ұстаз ол есін бәрін біліп, өзі толықтай дисциплинамен жүрген кісі. Құран жаттау бастағаннан бастап. Ал мен өзім қалауыммен келсем де медресеге, ол ешқандай ешкім бір зорлап алып келген жоқ, альхамдулилля. Алайда басында менің мақсатым да былай болды да, ұстаз берген тапсырманы тез жаттап тастап, сабағымды дайындап қойып, ары қарай мен ойнасам екен, ары қарай балдармен болсам деген сияқты. Сол үшін мен көбінесе әртүрлі тәсілдер қолданатын едім басында. Кейде аяттар жаттайтын едім, 1 аятты жаттаймын да, кейін келесі аятты жаттап, екеуін қосамын бірге. Немесе кейде 3 қатарды жаттаймын да, 3 қатарды жаттап, кейін 3 қатарды жаттап қосатын едім. Кейде 5 қатарды жаттайтын едім. Қалай ыңғайлы, қалай көңіл күйіме бір қайсысы оңай келеді, әртүрлі жаттап жүрдім. Кейіннен бастап мен де сол 10-ші сыныпты бітіргеннен кейін шамамен бір 20 парадан асқаннан кейін мен түсіне бастадым ол тәсілдің маңызды екенін. Кейіннен бастап мен де сөз айтқанда әрбір бетті толығырақ санаққа салып оқитын едім. Алайда мен 100 санаққа салатын едім. Өйткені біздің уақытта біз мектеппен қатар алып жүрдік. Құранда азанда мектепке барамыз, түсте келеміз да, кейіннен барып қарилыққа отырамыз. Сол үшін бізде 200 рет санақ жасауға уақыт болмады. 100 рет санақ жасаймыз. Сонымен өйткені біздің тек қана жаттаудан бөлек қайталау да болатын медресеміздің жүйесінде. Әр ай сайын емтихан болатын, 1 айда жаттаған барлығын толық тапсыру деген. Сол үшін соның барлығын қатар алып жүруге тырысып, санағымыз кішкене азырақ болды. Сіз енді осы санақтың бір маңызды дүниесі бар да. Санақтың барлық Құраның санақпен жаттайтын болсаң, бірдей оқылады. Яғни бірдей деңгейде жаттау жаңа пысықтығы болып тұрады бір деңгейде. Әр жері әртүрлі оқылған Құран да қиын қариларға. Енді қазір біздің Құранға ғашық бауырларымыз, қари бауырларымыз, қари болам деп жүрген бауырларымыз тыңдап отырса, соларға ақыл кеңес қой. Ертең мен жаңа айтқан күйбең тіршілік деген бар ғой. Жұмыс, міндет, отбасы, ағайын, туыс, елдің шаруасы, соған араласасың. Сол кезде Құранды оқуға мен айтып отырмын, бір күнде 1 параға кейде уақыт таппай аламыз.
сондықтан сен көп оқи алмайсың. Енді барлығы бірдей пысық болып тұрған болса, сен барлығын бірдей есіңе сақтап, тарауқтың уақыты Рамазан келген кезде бірден хатымға солай бәрін бірдей қайталап өтіп кете бересің. Ал әр жері әртүрлі болса, кейбір жері өте аз оқылған болса, кейін ананы еске түсіру қиын болады. Сен бір параларды әдемі жақсы есіңе түсіресің де, кейбір паралар саған өте қиынға соғып тұрады. Сол кезде сен ана көтере алмай сынып қаласың да, сосын хатымға өту, Құранды толығымен қайталап жүру деген міндетті де тастап қою мүмкін да. Сондықтан барынша бірдей болған дұрыс. Бүкіл барлық беттердің оқылу деңгейі, пысықтық деңгейі барлығы бірдей болып тұрса, сол өмірлік ол үшін үлкен не болады. Өмірлік бір азық дейміз бе, өмірлік бір оған поддержка ма, Құранды әрдайым қайталап және хатымға өтіп, соны сақтап ұстап жүруге. Қарайшын өте маңызды дейсіз. Сіз енді біздің ағарту парақшасына да көптеп бос сұрақ келеді. Және жаңа подкасттың алдында таныстырып отырмыз ғой, 7 қырағат иесі, 10 қырағат иесі деген секілді. Сол сияқты халыққа таныстырып жіберсеңіздер, қырағат дегені біз не, және 7 қырағаттан жаңағыдай ижаза алу қалай бұйырды? Қира'a деген жалпы Құранды оқу деген сөз ғой. Оқу деген сөз. Қира'a. Енді осы оқу деген сөзді мынау Құранға бір ғылыми термин ретінде, атау ретінде қалыптасқан. Құран ғылымдарының бір үлкен саласы ретінде. Бұл Құранды оқудың жолы деген сөз. Құранды оқудың жолы, Құранды оқудың тәсілі. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам араб тайпалары, қабилалары көп болды ғой. Бір ғана Құрайш болған жоқ. Сондықтан мынау Құран бүкіл арабтың тайпаларының барлығының оқуына жеңіл болу керек. Барлығына ыңғайлы болу керек. Араб тайпаларының, араб қабилаларының ешбірі Құранды бөтенсімеу керек. Яғни Құранның тілін. Сондықтан бұл жерде Алла тағаланың үлкен даналығы, пайғамбарымызға сол араб қабилаларының, араб тайпаларының диалектілерінің барлығын ескере отырып, Құранды Жәбірейіл алейхиссалам Алланың әмірімен әртүрлі жолмен оқып үйретті. Бұл қырағат деген жай бір ойдан шығарылған дүние емес. Ол Жәбірейіл алейхиссалам Алланың тарапынан алып кеп пайғамбарымызға үйреткен Құранды оқудың жолы. Енді біз 10 қырағат дейміз. Аллаға шүкір, Қарекең 10 қырағаттың иесі. Үлкен біздің жетістігіміз. Осы 10 қырағат, ол қайдан кеп шықты? Мен жаңа айтқандай, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Жәбірейіл алейхиссалам үйреткен Құран оқу жолы. Енді неге 10? Имамдар осы Құранды оқудың жолдарын толығымен зерттеді. Яғни ол жан-жақты шарттар, талаптар бар. Соның ішінде ең негізгісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға дейін мутауатир жолмен, яғни ол өтірікке келісіп алуы мүмкін емес топтың жеткізуімен пайғамбарымызға арғада Жәбірейіл алейхиссаламға дейін жететін тізбек болу керек. Осы ең негізгі шарты. Осы тізбекті толығымен нақтылап, сосын осы қанша жол, қанша жаңағы тәсіл бар, соның барлығын зерттей келе 10 имам, ол қырағат иелері, осылар осы жолдарды бекітті. Мысалы, Нафи қырағаты, сосын Ибн Кафир, Абу Амр, одан кейін Ибн Амир, одан кейін Асим қырағаты, бұлардың бәрі имамдар. Осы имамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тура солай үйреткенін растайтын бүкіл шарттарын бәрін сақтай келе қырағатты қалыптастырды. Бұл жаңағыдай тізбек толығымен пайғамбарымызға жалғасатын, басқа да араб тілінің, Құранның, шариғаттың, біздің дініміздің негіздерін қоятын талаптары бар. Соның барлығы сақталған
бекітілген Құранды оқудың жолы. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның солай үйреткендігі анық. Сосын сол әрбір қырағаттың өзінің екі риуаятшысы бар, екі тармағы бар. Сонда осы 10 қырағат бекітілген, 10 имам оның иесі. Сосын әрқайсының екі риуаятшысы, екі тармағы бар, немесе екі шәкірті деп те айтсақ болады. Бірақ енді олардың бірден тікелей шәкірті болуы шарт емес, кейбіреулері жаңағыдай немере шәкірт, шөбере шәкірт болып келеді. Сонымен бізде 10 қырағаттың 20 риуаяты қалыптасқан. 20 тармағы. Соның бір тармағы хафс риуаяты, біз оқитын. Жалпы имамдарымыз, қарапайым халық оқиды. Хафс риуаяты асым қырағаты. Асым қырағатының екі риуаятшысы, бірі жаңа хафс болса, екіншісі шоба. Демек, бұл Құранды оқудың жолы деп қысқаша айтсақ болады. Ал енді бұл бізде Құран ғылымдарының бір саласы ретінде қалыптасқан, біріншіден. Екіншіден, бұны қарапайым халық немесе әрбір имам болса да меңгеруі шарт емес, меңгеруі бір жағынан мүмкін де емес. Бұны кәдімгі саланың мамандары меңгеретін сондай ғылым болып қалыптасқан, қырағат ғылымы. Саланың мамандары. Бұл бізге дейін қазір жалғасып келе жатыр тізбекпен. Яғни қазір мысал үшінге Шоқан Қарекеңнің 10 қырағаттан тізбегі бар. Ол тізбек арасы ешқандай үзілмей пайғамбарымызға, ар жағы Жәбірейіл алейхиссаламға, оның ар жағы Алла тағалаға жалғасып тұр. Енді қазір Шоқан Қарекеңнің менің де міндетім ары қарай осы тізбекті жалғастырып, біз шәкірттерді оқытып, яғни осы саланың мамандарын дайындап, сол тізбекті біз аманат, мойнымыздағы аманат қой, оны ары қарата тапсыруымыз керек. Сонда біз осы тізбектің ішінде жалғасу, болу, ары қарай сол тізбектің қатарында орналасу шарапатына, мәртебесіне ие боламыз да, Құдай қаласа. Көрдіңіз бе? Қарекең қосары болса айтар, қырағаттар не саласына. Мен жалпы былай, дәл сөз өзіңіз айтқандай, негізі алып қосары іштесем жоқ, алайда бір кейде түсінікті болу үшін мен кейде диалект деп түсіндіремін солай. Жалпы араб жазирасында әртүрлі рулар, тайпалар өмір сүрді. Әр рудың, әр тайпаның өзінің сол диалекті болды, белгілі бір аймақта ғана қолданылатын тіл дейді ғой. Соны Аллах тағала осы Құранды түсірген кезінде араб тілін таңдады. Құран араб тілімен түсуден алдын араб тілі жалпы әлемде кәдімгі тілдердің бірі еді. Аллах тағаланың таңдауы, Аллах тағаланың осы Құран араб тілінде түсірген себепті араб тілі бұл не? Араб тілінің мәртебесі өсті. Және де сол үшін Құран себепті араб тілі ерекшеленді. Сол үшін де біз Құран тілі бұл тек қана бір тайпаның емес, сол мұсылмандардың тілі деп атаймыз. Өйткені Аллах тағаланың таңдауы осы болды. Сол уақытта әрине бірінші араб тайпаларына түскеннен кейін әр тайпаның диалекті ол басқа тайпаларға қиын болды үйрену. Ол уақытта массалиқа дейді, өздерінің табиғатымен олар не туыла сала арабтар сол өз диалектінде таза әдеби сөйлейтін. Және де басқа тайпаның әдебиетін, диалектін үйрену қиын болатын. Сол үшін жеңілдік мақсатында және де сөз білесіз өзіңізде көптеген үкімдер 4 мазхабта осы қырағаттардан алынады, әртүрлі мазхабтар осы тарайды. Тілде болсын, фихта болсын, осы қырағаттардан тарайды өткілі. Рахым ретінде Аллах тағала осы әртүрлі диалектте түсірді. Жалпы қырағаттардың саны негізінде бізге жетіп келгені 10 қырағат. Жалпы қанша болды дегенге мысалға Құран ілімдеріне қатысты Бурхан кітабында имам Заркаши, сол сияқты Итқан кітабында имам Суйути қаншалық болғанын оны Аллах тағала біледі дейді. Нақты айта алмаймыз дейді, 100 болды ма, 1000 болды ма. Бірақ та барлығы өз уақытында осындай 10 қырағат секілді мутаватир болды. Алайда бізге жетіп келгені 10 қырағат. Имам Жазари оны 10 қырағатты жинақтаған уақытында осындай екі шарт қосады. Имам Бухари мысалға хадисті сахих деп білу үшін екі шарт қояды ғой. Ол имамның мысалға мен Еркінбек Ұстаздан ижаза алдым ба, Еркінбек Ұстазбен өмірде жолыққан болуым керек. Және де сол замандас болуым керек. Сол заманда өмір сүрген болуым керек. Осы екі шартты қосады. Кейіннен барып осы, өйткені ұстаз білесіз, имам Жазаридің уақытында осындай сөздер тарайды. Қырағаттар 7 ма 10 ба деген сияқты.
және 10 қырағаттың бүткіл бағанағы тізбектерін әрбір ұстаздың және оның шәкіртінің бағана жарх тәдил деген ілім бар, оның мысалға қаншалықты әділ болғаны, қаншалықты ол зерек болғаны, оның қаншалықты күнәлардан аулақ болғаны, бүткілін зерттей отырып осы 10 қырағаттың имам Бұхаридің шартына сай екенін және мутаватир екенін дәлелдеп шығып, осылай біздің уақытымызға дейін осы 10 қырағат жетіп келген ол кісі еңбек жазып шығады осылайша. Енді мен қазір бір өтініш айтқым келіп тұр. 10 қырағаттың иесі ғой енді, шәкіртіміз, ұстаздан озған шәкірт ол деген, демек ұстаздың еңбегін жанғаны. Шәкірт ұстаздан озбаса, демек ұстаз дұрыс еңбек етпеген деген сөз ғой. Сондықтан Құдайға шүкір, осы Қарекеңмен біз мақтанамыз. Қарекеңнің тілеуін тілеп отырамыз. Ары қарата енді осы білімді, осы ілімді елге таратса, шәкірттерді көптеп тәрбиелесе деп үміт етіп отырмыз. Енді менің қазір бір ұсынысым, өтінішім, бір аятты қырағаттар қалай болады? Бір аятты мысалға алып, бір өзің соның айырмашылықтары қалай болады? Тыңдармандарға, көрермендерге бір көрсетіп жіберсең қалай болады? Өте керемет болады. Өте керемет болады. Сонда айырмашылығын біз қазір түсіндірдік теориясын. Ол Құранды оқудың жолы, диалектілер ескерілген, тізбек сақталу керек деді. Ал енді ол қалай оқылады? Әрине, қырағаттар әртүрлі өзгереді, бірақ мағынасы өзгермейді Құранның. Мағынасы шариғаттың шеңберінде болады, өзгермейді, бірақ қосымша, жаңа Қарекең айтқандай, фиқхи тұрғыдан немесе басқа шариғаттың үкімі жағынан қосымша мағыналар беруі мүмкін. Көбірек Құранның мәнін, исламның мақсатын аша түсетінді. Қарекең бір аятты мысалға келтіріп. Қысқаша. Шымкентке енді қызметте тұрған кезінде барлық сол 10 қырағат деді, сосын оқып беруді өтінген. Сол кезде бір мен Кисаи қырағатымен оқыған едім. Оны имамдар видеоға түсіріп салып жіберіпті тиктокқа. Астында әртүрлі комментарий кетіп жатыр, сол қате оқып жатыр ғой, дұрыс емес қой деген сияқты, қалай Құранды былай оқиды, құрметсіздік қой деген сияқты. Сол үшін ол Құранда сол қырағаттар ол негізінде көп адамдар былай ойлайды, мысалға махам деп ойлайды, махаммен шатастырады, әуендетіп оқумен шатастырады. Жоқ, қырағат ол толық, кейде сөз өзгереді, кейде жай ғана әрекет өзгереді, кейде дыбыс салу өзгеріп кетеді, әртүрлі. Жалпы қырағаттарда усул және фуруш болып екіге бөлінеді. Усул дегеніміз сол қырағаттың өзінің жеке тәжвиді, жеке өзінің қағидалары, ол өзгермейтін. Екінші фуруш дегеніміз ол әрбір риуаяттың өзіне тән ғана сөздердің айырмашылығы. Оны жеке жаттау керек болады. Қағидаға бағынбайтын жеке сөздер әрбір риуаяттың. Іс жүзінде бір көрсет соны. Иншалла. Баршасына жалпы көпшілік білетін Хумаза сүресін жалпы 10 қырағатпен оқып берейін, иншалла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده 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 كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة
وما أدريك ما الحطمة وما أدريك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم موصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة في عمد ممدده صدق الله العظيم. Аллах. Яғни қырағаттар осы. Қырағаттар Құранды оқудың әртүрлі бекітілген тәсілдері. Енді осы тұрғыда сіз бір сұрақ туындап тұр да, мысалы бір Құран жаттадыңыз да бір қырағатпен, одан кейін басқа қырағаттарға өтіп, ол қырағатты жаттау шатастырмай ма сіз немен? Сол негізгі қырағаттарды үйрену барысында ең алғашқы маңызды болған нәрсе бұл сол имам Шатыбидің бағанағы өзінің манзумасы, осы бүткіл 7 қырағатты қамтыған. Әрбір қырағаттың, әрбір риуаяттың өзінің ережелері, әрбір риуаяттың өзінің бағанағы айырмашылықтары. Осыны жаттау міндет болады. Одан кейін 10 қырағатты оқимын дейтін болса, кейін имам Жазаридің бағанағы манзума дура деп аталатын сол 241 бейттен тұратын, ол да сол қырағаттарды, 3 қырағатты қосымша әрбір өзінің қағидасы, тәжвиді, бағанағы өзіне сай ерекшеліктері баршасын қатқан осы 1500 жалпы бейт дейді, өлең шумақтарын жаттау міндет болады. Және қырағатты Құранмен бірге сен Құранды қырағаттарды жаттайсың. Сонымен бірге сен осы 1500 бәйтті жаттамасаң, онда ананы меңгере алмайсың. Сен бүкіл 10 қырағаттың ережелерін бір сол 1500 бәйттің ішінде. Қарекең сол 1500 бәйтті жаттаған Құранмен бірге. Мысалы кейде мынандай болып жатады ғой, сіз бәйт деген, яғни кейбіреулерге түсініксіз болып қалуы мүмкін. Бәйт өлең жолы ғой. Өлең жолы. Яғни қасида секілді өлең жолы. Біздің имам Шатыби, имам Ибн Жазари қарекең айтқан үлкен имамдарымыз, ол жай ғана Құран жаттаған имамдар болмаған. Олар кәдімгі ақындар болған ғой бір жағынан. Сол мынау қырағаттардың тәжвидтік қағидаларын өлең жолдарына түсіріп жазып шыққан. Қариларға жаттап қалу, есінде сақтау жеңіл болу үшін. Сондықтан бұл қырағаттарды меңгертуде біздің жалпы қазір ислам әлеміндегі қойылатын талап осы өлең жолдарын бірге жаттау керек. Қағида есте қалу үшін. Мысалы, айта беріңіз. 10 қырағаттың бағанағы 1500 байт дедік қой, 1500 байттың ішінде ережелері бар. Имам Шатыби түсіндіріп кетеді басында, егер мен мысалға бір қырағатты 10 қырағаттың ішінде таңдап алып 4-еуінің мысалға оқылуы былай деп айтатын болсам, демек қалған 6-ауы былай болады, қалған мысалы 4-еуі былай болады, 3-еуі былай болады деген сияқты өзі түсіндіреді. Бұны 1500 байттың өзінің түсіну жолы бар, рәміздері бар. Әрбір қырағаттардың өзінің кейде топтық бір үкімде бірдей болып жиналады. Топтық рәміздері бар, кейде жеке-жеке рәміздері бар. Осын мысалға беретін болсам, осы 10 қырағаттың 20 риуаяттың реттілігі бар. Бірінші реттілігі бойынша жүріп отырасың. Мысалы мен бірінші оқыған кезінде имам Нафихтың қаулун риуаятымен жүріп отырамын. Одан кейін барып мен оның айырмашылықтары қалай рет-ретімен келтіріп отырамын. Мысалға мен Хумад сүресін оқыған кезімде яхсибу деп бастадым. Не үшін яхсибу деп бастадым? Өйткені имам Шатыби бағанағы өзінің байтінде яхсибу касру сини мустақбалан сама ридаху дейді. Яғни яхсибу деген сөз келетін болса Құранда, онда синді кәсірмен оқы дейді. Кім оқиды бұлай деген кезінде сама ридаху. Сама дегеніміз бұл имам Нафи, Ибн Кафир және Абу Амр.
мен түсіндім. Және де ро деген бұл имам Кисайдың рәмізі. Демек жетеудің ішіндегі төртеуі яхсибуда оқиды екен. Демек мен осы яхсибумен бастаймын, реттілік бойынша кетіп жатырмын ғой. Кейін яхсибу анна малаху ахлада. Малаху деген кезде тағы менде мәт бар. Мәттің де ережелерін осы Шатыбиден келтіремін. Бұл бірінші имам Нафи қалай оқиды деп. Кейін яхсибудың ішіндегі мен мәттерді жинаймын бірінші. Ана Ибн Кафир қалай оқиды, Абу Амр қалай оқиды, жинап оқиды. Жинап бітіремін. Кейін барып мен неге өтемін? Яхсабу өтемін. Бірінші яхсибу деп оқитын қариларды бітірдім ба? Демек мен қалған қариларды жинақтаймын. Яхсабумен бастаймын. Яхсабу кім болды? Кезекте Ибн Амир тұр. Ибн Амир қалай оқиды? Ол мәтті қалай созады? Осылайша әрбір реттілікпен, әрбір қырағаттың үкімдерін осылай имам Шатыби берген ереже бойынша жүріп отырамын осылай. Ол өз ойыңмен оқи бермейсің қалағанша. Ибн Амир асым ғой бізде. Мысалы жалпы бір асым қырағатының өзінде де мысалы Құранда көп қой, бір ұқсас сүрелер бір-біріне, ұқсас аяттар. Мысалы кейде өзімізде болып жатады, бір сүрені оқып жатып, бірде аятта басқа сүреге түсіп кетіп жатамыз. Сода қырағатпен басқа қырағатқа түсіп кету деген ондай нелер бола ма? Хатымның уақытында кейде мысалы үлкен бана усул дедім ғой, үлкен қағидаларында болмайды. Кішігірім әрбір риуаяттың өзіне тән сөздерінде кейде болып қалуы мүмкін. Мысалға وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا деген сияқты, сәдда деген сияқты сөздер бар ғой, кішігірім айырмашылықтар. Хатым уақытында, Рамазанда әсіресе кейде тез кетіп баратып, намаздың ішінде кейде ойлар келеді ғой, имам былай оқитын бе еді, былай оқитын бе еді деген сияқты. Кейде болып қалады. Сол уақытта имам Шатыбидің бағана ережесін есіңе түсіресің, сонымен түсінесің, біздің хафыз былай сәдда деп оқиды екен ғой деп. Қалай оқисың. Түсінікті сөз. Яғни қысқасын айтқанда, өте жоғары деңгейдегі жаттау навыгыңды қосуың керек қой. Және есте сақтау. Болмаса осынша жолдарды, әртүрлі оқылу тәсілдерін, сөздерді, қағидалардың барлығын есте сақтау оңай емес ғой. Демек, сен соған еңбектеніп көп оқуың керек, көп қайталауың керек. Одан кейін барып, сен меңгересің де бұл саланы. Енді сіз осы Құран жаттағаннан кейін өмірлеріңізде рухани қандай өзгерістер болды? Осы жаттаған Құрандарыңыз жүрекке, иманыңызға қалай әсер етті? Амалдарыңызға? Енді Хасан әл-Басри айтады ғой, кімде-кім Алламен тілдескісі келсе, онда Құран оқысын дейді. Құранды оқыған адам Алламен тілдеседі. Ал Алламен тілдескен адамның иманының артпауы, оның ақлақының түзелмеуі, оның жан дүниесінің тазармауы мүмкін емес. Жай ғана бір сіз өте жоғары деңгейдегі, мен бұл дүниенің бір мысалын айтайын деп отырмын. Өте жоғары деңгейдегі мықты маман психологпен 1 сағат отырып әңгімелесіңізші. Шыққан кезде қандай рахаттанып қаласыз. Себебі ол сіздің ана рухани проблемаларыңызға кіріп, сіздің жаңағы қандай сезімде тұрсыз, сол сезімдеріңіздің бәрін ескере отырып, сізбен мұңдасып, сізге әдем жағатын әңгімелерді айтып, сізді дұрыстап тыңдап, ол 1 сағат сізбен сөйлеседі, шыққан уақытта кәдімгі жеңілдеп қаласың. Дұрыс па? Әшейін бұл бір маман, психологпен, сіз Алламен тілдесіп тұрсыз ғой. Әлемдердің Раббысы болған. Әлемдердің Раббысымен. Ол енді екеуі мысал бір-біріне мүлдем ұқсамайтын мысалдар. Бірақ кейде біз мысалды адамдарға бір жеңілдету үшін, олар көбірек сезіну үшін мысалды келтіреміз. Сондай мәселе. Сондықтан бұл Құранды оқу, Алламен тілдесу. Алламен байланысқа түсу. Сондықтан Құранды оқыған кезде сақтайтын әдептер бар. Құранды ұстауға дәретсіз болмайды. Ал Құранды оқуға болатын шығар, дәретсіз, ғұсылсыз мүлдем болмайды. Бірақ Құранды оқығанның өзінде ұстамасаңыз да мұсхафты барынша дәретпен болған дұрыс. Одан кейін арнайы көңіл бөліп, қыблаға қарап отырып оқыған дұрыс. Кітапты, Құран кітапты, яғни кіндіктен төмен қоймау керек. Ол Құранға деген құрмет. Ары қарай Құранды оқудың өзі әдепті. Неге? Себебі Алламен тілдесесіз. Ал соны сезінген адамның
рухани бай болмауы, оны сезініп оқыған қаридың немесе мұсылманның иманның артпауы, соны сезініп Құранмен бірге болған адамның ақылақының түзелмеуі мүмкін емес. Аллаху алам. сіз сондай бір мысалы рухани бір өзгеріс байқалған бір оқиғалар бар ма сіз? Иә, Құран жаттап бітірген кезінде сондай сезім болды. Оны алдын Ершін сізбен болған подкастта да айттым. Жалпы мысалы кейіннен үлкейгенде кейін барып намаз бастаған кісілер оны жақсы сезінсе керек. Мысалға жасы кейін үлкейіп барып намаз бастағаннан кейін өздерінде ой болады кейде адамда. Мен намаз бастамас бұрын қалай өмір сүрдім? Кезінде қалай өмір сүрдім? Ораза ұстамай жүріппін, намазды түсінбеппін, 5 уақыт намаздың мысалы қаншалықты жеңіл екенін білгеннен кейін, қаншалықты одан ләззат алатынын түсінгеннен кейін, осы толығымен исламмен жүрудегі өмір мен одан алдыңғы өмірдің айырмашылығы қатты сезінеді. Қалай ол жүрдім екен деген сияқты бар ғой. Менде Құран жаттап бітірген кезінде дәл сондай бір екінші деңгей болды. Құран жаттамас бұрын мен қалай өмір сүрдім деген сияқты ғой. Мен бір босқа өмір сүрген сияқты екенмін ғой, бір мәні болмаған екен ғой деген сияқты ше. Сен Құран жаттайсың, Құран жаттап бітіргеннен кейін бұл сен Құранмен байланасың, өмірлік және иншалла ақыреттік досың айналады Құран. Сен уайымдап тұрасың. Мысалы сен жақын адамды қалай уайымдайсың? Ол қарны тоқ па, қарны аш па, жағдай жақсы ма екен деген сияқты. Дәл сол сияқты сен уайымдайсың. Құраным қаншалықты есіме шығып бара жатыр, Құраным не болып бара жатыр екен. Сәл егер қайталамай қойсаң өзіңді сабалап аласың. Мен Құранды қайталайын, дұрыстайын, қайтадан махраждан тұрлайын деген сияқты. Осылай өмірлік бір досыңызға айналады, серігіңізге айналады. Кейінгі бір намаз бастағаннан кейінгі бір жаңа бір деңгей десем болады. Бір деңгей. Осы жалпы осы жолда ұстаздарыңызбен бөліссеңіз, мысалы ұстаздарыңыз жайында бір айтсаңыз. Енді мен ұстазым, ең бірінші ұстазым ауылдың молдасы. Шынбол деген біздің ағамыз, көкеміз. Қазірге дейін имам ол кісі ауылда. Қазірге дейін мешітте намаз өткізеді. Жаңа айттым ғой, осы әңгімеміздің басында мектепке келіп, ұсыныс жасап, арабша оқуды үйретемін сендерге деп бізге курс өткізіп бастаған. Сол кісі ең бірінші ұстазым менің сол кісі. Сол кісіге мен жарты парадай Құран тапсырдым, ауылда жүріп. Одан кейін қалаға келгеннен кейін менің негізгі маған үлгі болған, негізгі әсер еткен және Құранды толығымен жаттауыма себепші болған, соған бас көз болған ұстазым Кәмілжан Қари. Ол кісі қазірге дейін ықылас қарилар дайындау орталығы деп аталады ғой, Халиулла Манжанов деген ұстазымыз бар ғой. Сол кісінің ұстап отқан медресесі бар, ұлдар, қыздар медресесі. Сол медреседе сабақ береді Шымкентте қазірге дейін. Кәмілжан Қари, Кәмілжан Қари қазірге дейін сол медреседе сабақ береді. Менің Құранды жаттап бітіруіме негізгі ұстаз болған сол кісі. Одан кейін Ливанға бардық. Ливанға барғаннан кейін біз сол деңгейде Аллаға шүкір қалмадық. Құранды жай ғана жаттаған. Ол жаққа барғаннан кейін ижаза деген дүниені түсіндік, қырағаттар дегенді білдік. Құранды жаттағаннан кейін оған қызығушылығымыз оянды. Жаңа Қарекең оқығанда көріп отырсыздар ғой, қалай Құранды түрлендіріп оқиды. Бұл қырағаттар деген солай. Сіз сол қырағаттардың бір ішіне кіргеннен кейін теңізге кіресіз, ары қарай жүзе бергің келеді. Ана теңіздің ішіне түсіп кеткен уақытта дайвинг жасап, әртүрлі жаңағы жануарларды, әртүрлі өсімдіктерді, әртүрлі тастарды, бір керемет дүниелерді көріп, одан сайын қызығып кете бересің ғой. Тура сол секілді. Ана қырағаттардың оқылу жолдарын, оның жаңағы дыбысталу ерекшеліктерін білген сайын, одан сайын қызығып кете бересің. Міне, бізде бірінші хафс риуаятымен ижаза тапсыру, Құранды ижазаға тапсыру, ары қарата уарышқа кіріп, одан кейін 7 қырағатқа менің ұстазым болған 5 жыл бойына сол жақта осы ижазаны беріп маған ұстаздық жасаған Жәмәл Аввант деген кісі бар. Ол Қарекеңнің де ұстазы. Қарекең сол Ливанда оқығанда сол кісіге тапсырып,
он қырағатты сол кісіден аяқтады. Екеуміздің былай қарағанда ұстазымыз бір. Бір университетте оқыдыңыздар, иә? Триполи университеті. Иә, бізден кейін барып оқыды ғой енді. Қарекең бұл жақта шәкірт болғанымен, ол жаққа барғаннан кейін менімен деңгейлес болып кетті. Яғни маған ижаза берген ұстазымнан барып оқып, санаттағы тізбектегі дәрежесі қазір бір менімен. Себебі менің ұстазымнан тікелей мен 7 қырағатты ғана меңгерген болсам, Қарекең Аллаға шүкір 10 қырағатты меңгеріп қайтты. Сол Жәмәл Вантпен бірге маған өте бір ерекше ықпал еткен ұстаздардың бірі Шейх Зияд Хажи деген кісі бар. Енді ол кісіден ижаза алмадық біз, бірақ біздің ұстазымыздың ұстазы ол кісі. Зияд Хадж өте пысық, жоғары деңгейдегі қырағатты меңгерген ғалымдардың бірі. Осы саланың ғалымдарының бірі Ливанда. Енді ол кісінің тәжвиді, ол кісінің Құранды жаттағанда пысықтығы, ол кісінің өзін ұстауы біз үшін кәдімгі үлкен бір феномен тұғын ол кісі. Сондықтан сол кісіге біз қызығып, сол кісіге еліктеп те қырағаттарға қызықтық. Одан кейін ол жақта марқұм қайтыс болып кетті, бірақ ол кісіден мен бір қырағат бойынша ғана ижазаға оқып ол кісіге де тапсырдым. Халид Баракат деген ұстазымыз болды. Алла рахымына бөлесін, қайтыс болып кетті, осы 2-3-4 жыл болып қалды. Сен сол жақта болған кезде қайтыс болды. Сол кісі де біраз бізге еңбек етті, Алла разы болсын. Бір асым қырағаты бойынша ол кісіге Құранды толық тапсырып, ол кісіден де ижаза алдық. Ол кісінің де санатында біз бармыз. Тәуба. Қарекең өзің бірінші. Қарекеңнің енді осы Алматыға дейінгі, сосын Алматыдан кейінгі ұстаздарын айтып қойдым енді мен. Иә, жалпы арабтарда мындай сөз бар да. Әл-айн ла я'лул хаджиб дейді. Көз қанша үлкен болса да, қанша ол өсіп жатса да, ол қастан асып кете алмайды да. Сол себепті ұстаз ол әрдайым ұстаз болып қалады біз үшін. Ол шәкірті қанша деңгейге жетсін, ұстаз оқымаған, хаттарын оқыған болса да, ол әрдайым шәкірт, ол шәкірт қияметке дейін. Сол үшін Алла разы болсын ұстаз. Жалпы сол мен де Дарил-Арқам медресесінде оқыдым, сол жерде қари болдық. Кейін Нұр Мүбаракқа келдік. Нұр Мүбаракта араб ұстаздармен таныстық. Саид Абдулмажид деген мысырлық ұстаз болды. Сол кісіге хафыз риуаят тапсырдым. Кейіннен 3-ші курсқа келген кезімде, жазбасам иә, 16-шы жылы Еркінбек ұстаз осы қаламызға келді, Нұр Мүбаракқа келді. Атыраудан келдім ғой. Иә, Атыраудан келіп ұстазбен таныстым. Одан алдын танысқан болатын бір мәрте бір конференцияда мен Құран оқып, сол кезде ұстазды енді бұрыннан білеміз ғой, медреседе оқып жүрген кезімізде ұстазды еститінбіз, артынан 7 қырағатты меңгерген деп еліктеп өстік, қызығып өстік, осы кісілердей болса екен деп. Газеттерден, журналдардан көретінбіз сіздің суретіңізді. Ерсін ұстаздың енді отбасымен тікелей байланысты, менде Құран жаттау өмірім. Соңғы параларды Ерсін ұстаздың үйде оқыдым. Бегайдар атамыз, Алла разы болсын, үйіне алып кетіп, үйінде бір жаттадық. Сол кезден көп еститінбіз Еркінбек ұстаз жайлы. Кейін Алматыға келген естіп қатты қуандық. Еркінбек ұстазға ижаза тапсырып бастадым. Бір жылда бітірдік, альхамдулилля. Қателеспесем, ұстаз ижаза алған алғашқы шәкіртіміз, жазбасам иә, сол. Машалла. Ижаза алған алғашқы шәкіртім. Ұстаздың сол дисциплинасынан өттік деп қатты өзім мақтан етемін. Өйткені ұстаз өте қатал болатын. Мысалға сағат 10-да келесің деп 1 сағат береді шәкіртке. Ондан 11-ге дейін. Оннан 1 минут кешсең ұстаз жазап берден, қайдасың деп. 1 минут кешуге болмайды. Сол дисциплинаны көрдік. Кейіннен ары қарай Еркінбек ұстаз, Ерсін ұстаз бірге сол ақылдасып отырып, өздері ақылдарын айтып, өздерінің оқыған Ливан жеріне жіберді. Сол жаққа барып бағанағы ұстазымыз Шейх Жәмәл Азаматқа бастадық. Ол ұстазға барған кезімде айтты, маған сұрады менен, 7 қырағат оқисың ба, 10 қырағат оқисың ба деді. Ойландым мен 7 қырағат құласаң түйдім, нардан құла деп, сонымен 10 қырағат дедім. Шейх Жәмәл күлді сол кезде. Дұрыс таңдау жасадың деді. Ұстазыңның қателігін жасама деді. Өйткені ұстазыңда 7 қырағатты бастаймын, бітіремін, кейін 3 қырағатты тағы оқып аламын деп ойлағанмын деді. Сонымен 7-мен кетіп қалды деді. 7-мен кетіп қалды деді. Сөйтіп күлді. Сонымен мен бірден 10 қырағатты бастадым. Кейін Шейх Баракат деген бағана ұстазымыз да болды. Алла рахмет етсін. Қайтыс болып кетті. Ол кісі де өте керемет кісі еді. Дауысы да, ілімі де, ақылағы да,
жалпы негізі құран кісі еді, және де әлемдік құран жарыстарда ол кісі жюри еді. Сол кісіге шоба мен бастадым, шоба риwayатын бастадым. Ал Шейх Жамалға 10 қырағатты бастадым. Шейхул Баракатқа кейін шобаны бітіргеннен кейін ол кісімен де 10 қырағатты бастадым бірге қатар. Али Имран сөзіне келген кезімде ол кісі ауырып, сонымен ары қарай бұл өмірді тастап кетті. Сонымен қатар кейін кейбір ұстаздарымыз бізді сол Шейх Махмуд Заатари деген сол Шам елінің ауылда үлкен қария ғалымы, сол кісімен де таныстырды. Сол кісіге де оқи бер, Шейх Жамал да ол кісіден де ала бер, Шейх Махмуд Заатариден де ала бер деп осылай кеңестер берді. Сонымен осы Шейх Жамал Азонт және Шейх Махмуд Заатари осы екі кісіден мен 10 қырағатты екі кісіден алып келдім. Аллаға шүкір. Енді Шоқан қари бұл үлкен еңбекті және тұрақтылықты талап ететін міндет. Құран жаттау ол өзінше, мен бағана айттым ғой, отыру керек деп. Ал қырағаттарды меңгеру ол екінші этап. Бұл ары қарай сенен ыждахаттылықты, тұрақтылықты, еңбектенуді тағы да көбірек талап етеді. Себебі ижазаға тапсырған кезде, жаңа Қарекең айтып қалды ғой, біздің ұстаздарымыз әрбір әрекетті, әрбір әріпті дұрыс оқуыңды талап етеді. Сен дұрыс оқымасаң келесі сөзге өте алмайсың. Ананы қайталап отыра бересің. Сосын мен 2000 жыл осында Құран жарысқа қатысып, жаңа бірінші орынды алып, республика бойынша. Енді былай қарағанда енді республика бойынша чемпионмын ғой енді. Сөйтіп барғам ана жаққа барып. Енді біз Құранды жақсы оқимыз, мықты жаттағанбыз деп. Сонымен жаңа Шейх Жамал Алвандтың алдына барып отырып Құран тапсырған кезде маған 1 сағат уақыт берді. Мен осы жақтан соншалықты дәрежеге жетіп, жаңағы чемпион болып кеткен адаммын. Мен 1 сағаттың ішінде ана кісінің талабына сай тапсыра алмай қиналып, бар жоғы Фатиханы және 5 аят Бақарадан тапсыра бердім. 1 сағат. Яғни екеуі бір бетте болмайды ғой. Сол 1 сағат сол бір бетте отырдық. Себебі өткізбейді. Әрбір әріпті, әрекетті дұрыс оқуың талап етеді. Дұрыс оқи алмасаң қайттан қайталатады. Неге? Себебі сенің Құран оқу үлгің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үлгісімен бірдей болу керек. Сол кезде сен ижаза аласың. Сол кезде сен сәнаттың ішіне кіресің. Оған дейін кіре алмайсың. Сол дәрежеге жеткізу үшін осыншалықты қатал талап болады да ижазаға оқытуда. Енді біз енді ұстаздан көрген жасаймыз ғой. Мен бірінші оқытқан кезде сондай талаппен оқыттым. Бірақ Қарекеңнің еңбекқорлығы, тұрақтылығы, бүкіл талапқа да жаңа өзі айтып жатқан біздің дисциплинаға, барлығына көніп, бір жылдан сәл асқан уақытта толығымен Құранды жаңағыдай бітіріп шықты. Ижазаға тапсырып. Сосын Қарекеңнің Алла разы болсын, Алла тағала енді жақсылығын айт, нұр тасысын дейді ғой. Еңбекқорлығы, әрекеті, ыждахаттылығы бір ескертуді айтсаң, сол ескертуді, сол қателікті қайталамайды. Екінші келіп тапсырған уақытта ол апта бойына сол қателігімен жұмыс жасайды, соны түзетеді. Келесі келіп тапсырған уақытта ол қателік жоқ. Ол ескертуді сен айтпайсың. Басқа ескертулермен, басқа қателіктермен жұмыс жасайсың да. Міне осында еңбекқорлық, тұрақтылық болғаннан кейін, ыждахаттылық болғаннан кейін осындай дәрежеге жетіп отыр деп мен ойлаймын. Алла тағала береке берсін. Енді жалпы мына халыққа бір мотивация болсын, сіз енді қазіргі жастарға Құран жаттаймын дегендерге жалпы мына Құран жаттаушының Алланың алдындағы дәрежесін айтсаңыздар сіз. Енді қарилардың дәрежесіне қатысты келген хадистер, қажет болса аяттар, қариларды мақтаған өте көп қой, өте көп. Соның ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, хайрукум ман таалламал Құр'ана ва алламаху дейді. Яғни сендердің ең абзалдарың Құранды жаттап, Құранды үйреніп, сосын үйреткендерің дейді. Яғни Құранды ол жаттау, сосын оны жаттату, ижазаға оқу,
сосын ижазаға оқыту, мен ойлаймын құранды үйреніп үйретудің ол ең жоғары деңгейі. Әрине бұл хадиске қатысты әрбір ата-ана амал етсе болады. Құранды өзі үйреніп алып бала шағасына үйретіп жатыр, ол хадиске амал етеді осылай. Мен тек қана қариялармен шектемеймін бұл хадисті. Қариялармен шектемеймін. Қариялармен шектейтін болсақ, құран жаттағанмен шектейтін болсақ, онда біз аясын тарылтып тастаймыз да. Амал етушілердің тобын шектеп тастаймыз. Сондықтан әрбір ата-ана, әрбір мұсылманның баласы амал етуіне болады. Құраннан бір сүре үйренді де, барды да үйретті өзінің бауырына, баласына деген секілді. Бірақ шыңы ол жаңағы да. Шыңы. Бұл Құран жаттағандар тағы бір ұлы хадис бар. Хум ахлуллахи ва хассатуху дейді. Болды, бұдан үлкен дәреже, бұдан ұлы мәртебені кім талап ететін болса, онда ол Алланың ұлықтағанын төмендетті деген сөз. Мағынасы не бұның? Яғни олар Алланың ең жақын құлдары дейді. Әхлулла деп тұр. Әхлулла дегенде енді әрине Алла тағаланың отбасы, бала шағасы болмайды. Алла тағалаға серік ешкім жоқ, бірақ хадис айтып тұр. Ол Құран жаттағандар, Құранды көтергендер, олар Алла тағаланың отбасы деп отыр. Және ең жақындары деп тұрды. Әрине біз оны енді түсіндіргенде Алла тағалаға ең жақын құлдар деп айтамыз. Себебі адамға ең жақын кім болады? Отбасың болады. Ең жақын. Өзіңнің бала шағаң болады, ең жақын күнделікті үйіңде бірге мысалы. Көрдіңіз бе? Міне Алла тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылай сипаттайды. Ал сен Аллаға ең жақын құл болсаң, Алланың ең таңдаулы құлы болатын болсаң, онда басқа қандай арман бар? Сондықтан қаридің, Құран жаттаған Алланың құлының дәрежесі, мәртебесі арғата тағы хадистер көп. Пайғамбарлардың дәрежесімен бірдей болады дейді қияметте. Ойлап қарашы. Әрине пайғамбар емес, бірақ сол пайғамбарларға берілген мәртебе оларға беріледі дейді. Сосын бір хадисте айтады, Құран жаттаған адамға оқы көтеріл деп айтады дейді. Оқы көтеріл. Сенің дәрежең, ең жоғарғы дәрежең, қайсы аятты ең соңғы аятты оқисың, сол жерде деп. Ал енді ғұламалар келеді бұл хадисті шарықтағанда айтады. Демек, жәннаттың дәрежелері Құран аяттарымен бөлініп қойған дейді. Бүкіл Құранның аяттарының барлығын сен оқып шығатын болсаң, демек жәннаттың ең жоғары дәрежесінде боласың деген сөз. Сол секілді ата-анасының басына нұрдан тәж кигізеді дейді. Яғни қаридің ата-аналары ерекше болып тұрады. Ата-анасына мәртебе. Ол ата-ана үшін бұл өмірде перзенттен ең қалайтыны, ең жаңағы үлкен арманы, мақсаты не? Ол бетін қызартпай, сол ата-ананы қуантып жүретін болса, ата-анаға одан үлкен перзенттен мақсат жоқ. Әрдайым абырой әперіп, кімнің баласы дегенде, бәленшенің баласы, қандай адал, қандай еңбекқор, қандай мықты маман, қандай ғалым, қандай қари деп, егер бұл өмірде оның баласын қандай қолы ашық жомарт жан деп, мықты кәсіпкер, ол секілді министр болған жоқ, ол секілді халқына адал еткен әкім болған жоқ деп мақтап атса, ата-ана үшін үлкен мерей сол. Төбесі көкке жетті. Ал егер де бала ата-ананы қарабет қылатын болса, соның күйігінен ана өмірге кетіп қалатын ата-аналар көп. Ананың күйігінен денсаулығы көтере алмай қайтыс болып кететін ата-аналар бар. Баланың, сондықтан біздің халқымыз айтады, баламен сынамашы дейді. Құдайым баламен. Сондықтан қатты айтатын тағы да, атамды алсаң да ал, ботамды алмашы деп. Атаммен сына, атамды атсаң ат, ботамды атпашы деп айтатын да сол. Неге? Баламен сыналу деген оңай емес. Әкені шығарып салғанда, анаңды шығарып салған кезде дұрыс жаныңа батады. Бірақ ол бала өзіңнен алдың қайтыс болып кететін болса, баламен сыналатын болсаң, бала өзіңнен қаза болатын болса, ол анадан қайда ауыр болады. Неге? Себебі бала деген ол адам баласы үшін бөлек сынақ. Сондықтан ақиретте ойлап қараңыз, ата-анасы солай басынан нұрдан
тәж киіп алып масайрап тұратын болса мәңгілік өмірде ата ана үшін одан артық қандай мәртебе, қандай абырой керек. Мен жай бұл өмірде кейбір салыстырмалы түрде айтып шықтым жаңағы мәселелерді мысалы. Сондықтан әрқайсымызға Алла тағала ата анамызды әрдайым қуантып жүруді нәсіп етсін екі өмірде. Енді қарилардың мәртебесін, дәрежесін айта берсек көп қой. Bir ғана, жай ғана айтайықшы. Қари деген уақытта біздің халқымыз төріне шығарады ғой қариды. Бұл өмірдің өзінде. Ол Құран жаттаған қари дейді да, төрге шығарып, ең почетный орынға отырғызып қояды. Жай ғана мысалы. Жай ғана бұл өмірдегі мысалы, ақыреттегі нелер, енді оны біз қазір бұл өмірде көрмегеннен кейін, оны сезбегеннен кейін, ақыреттен, жәннаттан келіп бізге ешкім хабар бермегеннен кейін мүмкін қатты сезінбейтін шығармыз. Бірақ біз күніге қаридың мынау дастарханның төрінде, қалай елде, қоғамның арасында, мешітте, жамағаттың ішінде қалай құрметтеліп жатқанын көріп тұрмыз. Көзімізбен көріп жүрміз. Көзімізбен көріп жүрміз. Бұл өмірдің өзінде қалай Алла тағала мәртебесін көтеріп қояды. Бірақ қари соған лайық болу керек. Қари жаттаған Құранына амал ететін, сол Құранмен өмір сүретін. Яғни жаңа Халид Баракат ұстазымыз айтты ғой, Қарекең, оның мінезі Құран еді деп. Сондай игі кісі еді, ізгі адам еді, сондай марқұм. Біздің жаңа ұстазымыз, екеуміздің де ұстазымыз болды. Міне, қаридың солай болу керек, мінезі Құран болу керек. Ол адал болу керек, ол әділ болу керек, ол көркем мінезді болу керек, ол сабырлы болу керек, ол мейірімді болу керек, ол жанашыр болу керек жан-жағына. Деген ол еңбекқор болу керек. Арғата Құран бізден нені талап етеді, соның барлығына қари амал ету керек. Болмаса, ең ауыр хадисте бар, ең бірінші тозаққа кіретін қарилар деп. Ол да бар. Сондықтан жаңағыдай мәртебеге ие болу үшін ол бүкіл жан дүниесін, өзін барлық Құранға айналдыру керек. Сол кезде бұл өмірде де құрметті болады, ақиретте жаңағыдай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям уәде еткен мәртебелерге, дәрежелерге жетеді. Ал егер ондай болмаса, қари әшейін жай ғана тілінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, мынау оқыған Құраны жұтқын жағынан ары қарай өтпейді деп айтады ғой Құран хадисте. Құран оқушылар кейбір тобы жөнінде. Солай болатын болса, ол барып күнәнің қайсысын болса да жасай береді, қиянаттың қайсысын болса жасай береді, ол өсектің қайсысын болса да айта береді. Мысалы, сондай болып тұратын болса, ол кезде ол жаңағы қарилар секілді болады, Алла сақтасын. Бірінші тозаққа кіретін, Алла сақтасын одан. Алла сақтасын. Енді уақытымыз таяқталыпты. Жалпы осы подкастымыздың соңында осы жастарға, осы жолды бастаушыларға қандай кеңес айтасыздар? Осымен подкастымызды тамамдасақ. Жастарға жақындау, Қарекең кеңесін айтсын. Енді бағана моральдық сынаққа түсіп қалдық дедік. Сол сияқты кейбір қарилық осы Құран оқып жүрген, Құран жаттап жүрген кейбір бауырлар осындай бір сәттерді көріп жатамыз кейде. Өздерінің қарилықты оқып жатқанына қысылып жатады, қарилықты оқып жатқаннан ұялады, қарилықты оқып жатқанын бір құдды бір өзіміздің басымызда өткендей заманынан бір қалып бара жатқандай өзінің құрдастарынан сондай сезім келеді. Оның барлығы не өзімізде білімсіздіктен болды, қарилықтың бағанағы деңгейін, ол қарилар кім екенін, олардың қандай жалпы Аллах тағаланың таңдап алған таңдаулы құлдар екенін білмегенімізден болды. Өйткені Құранда Аллах тағала не дейді? ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Біз құлдарымыздың арасынан таңдап алдық дейді. Таңдап алып, не істедік дейді? Кітабымызды ұлы мирас етіп қалдырдық дейді. Демек, сіз қандай да бір ілімнің, қандай да бір сол мамандықтың деңгейін білгіңіз келсе, оның қаншалықты аз екеніне қараңыз. Мысалы, маржан тастар ешқашан шашылып жатпайды әр жерде. Мысалға, қарилықты оқып жатқан өзіңіздің достарыңыздың арасынан қанша адам бар, есептеңіз. Өзіңіздің мысалға мектебіңізде қанша адам оқып жатыр қарилықта. Демек, Аллах тағала сізді таңдап алып, сол Құранмен бірге дос қылып қойды сізді. Истофайна мин ибадина, құлдарымыздың арасынан, құлдарымыздың жалпы адамдардың емес, Аллах тағала өзінің құлдарының арасынан таңдап алды дейді. Және де бұл ұлы мирас етіп қалдырдық дейді. Хадиспен айналысатын мұхаддистер, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мирасқор болса, демек Құранмен айналысатын қарилар, соны амал ететін, Құранда өзінің өмірінде алға қоятын, сол сөз айтпақшы мінезіне айналған қарилар, ол не? Аллах тағаланың мирасқорлары. Демек, Аллах тағаланың мирасымен айналысып жүр. Олар сол қадірдің несіне білсін, осы нығметтің қадірін білсін.
сол кезде ғана олар бағанағы моральдық сынаққа түспейді. Сол кезде ғана ол не жаттаған Құраннан, осы жолдан ешқашан айнымайды. Сіз соңғы сөзді аяқтасаңыз, жастарға қандай бір енді жаңа Хасан әл Басридің ақылын, кеңесін айтқым келіп тұр. Ол кісі айтты ғой, кім Алламен тілдескісі келсе Құранды оқысын деді ғой. Бұл жастарға да, барша момын мұсылмандарға ақыл кеңес. Қияметке дейін кім Алла тағалаға жақын болғысы келсе, Алламен тілдескісі келсе, Алланың қамқорлығында болғысы келсе, Құранды оқу керек. Құрансыз біздің өміріміз жоқ. Құрансыз біздің құлшылығымыз жоқ. 5 уақыт намазымыз Құранмен. Қырағатсыз намаз оқысаңыз, намазыңыз қабыл емес. Сондықтан қырағат, яғни Құранды, қырағатсыз дегенде Құранды оқымай, Құранды оқу, Құранды үйрену, Құранды тәжвидпен оқу, оны үйрену, ол әрбір момын мұсылманның міндеті. Имам ибн аль-Джазари айтқандай, әл-ахзу бит-тәжвиди хатмун лазиму мән лам южауидил Құр'ана әсиму. Тәжвидпен Құранды оқу ол міндетті болған іс. Кім олай жасамайтын болса, тәжвидпен оқымайтын болса, күнәһар болады дейді. Ауыр ескерту. Сондықтан енді біз осы жамағатқа, елге көмектесейік, кішкене бір жете алмай жатқан жерлерге жетейік деген мақсатта арнайы курс жазып, ағарту приложениесін қазір жасап жатырмыз ғой. Ол да бір көмекші болады. Қазір қазақ тілінде бүге-шүгесіне дейін кәдімгі күнделікті қолжетімді ондай бағдарламалар, ондай қосымшалар жоқтың қасы. Құдай қаласа осы қосымша бір үлкен, сол біздің мынау Құран үйренемін, құлшылығымды, Құранды дұрыстап оқуды үйренемін дейтін біздің бауырларымызға бір үлкен бір көмек болатын секілді. Сондықтан Құранды оқуды күнделікті өмірімізге айналдыруымыз керекпіз. Сол кезде біз Алла тағаланың қамқорлығында боламыз. Алла тағала сол кезде разы болады. Сол кезде бұл өмірде міндеттерімізді, парызымызды толық аман-есен орындаймыз, және Алланың алдында жүзіміз жарық болады. Алла разы болсын. Сіз алыстан ат желеп келдіңіз. Алла берекет берсін. Алла тағала шәкірттеріңізді көбейтсін, иншалла. Өмірлеріңіздің соңына дейін Алланың дініне қызмет етіп нәсіп етсін, Алла тағала. Осылайша құрметті көрермендер, біз осымен подкастымызды аяқтаймыз. Ағарту Академия YouTube арнасына тіркеліп қойыңыздар. Жаңа Еркінбек ұстазымыз айтқандай, Алла қаласа осы Ағарту ап қосымшасы жарыққа шыққалы жатыр. Біздің Ағарту Академия Instagram парақшамызға тіркеліп қойыңыздар. Сол жерде барлығын хабарлайтын боламыз. Келесі кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алла разы болсын.